Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 5 балалы ана Айгүл мен оның ішкіш күйеуі деген әңгімені әңгімелейтін боламыз. Менің атым Айгүл, мен 5 баланың анасымын. Бір кезде мен де бақытты келіншек болдым. Күйеуім екеуміз армандарға толы едік, бірақ бәрібір бөтелкемен өзгеріп кетті. Ермек бұрын жақсы адам еді, бірақ жұмыстан қысқарып, достарымен арақ іше бастады. Бір күні ішеді, бірінші күні ішеді, ертеңі тағы да қайталанады, ал менің әр таңым көз жасыммен басталатын. Бір күні ол менің қолымдағы кастрөлді лақтырып жіберді. Балалар бұрышқа тығылып қалды. Мен тек үндемедім, себебі балаларды қорқытқым келмеді. Менің өмірімде тек бір ғана күш қалды, балаларым. Мен жұмыс істеуге орналастым. Таңғы 5-те тұрып, нан пісіріп, базарға баратынмын. Мен ішімнен тек бір сөз айттым: балаларым оқысын, менің өмірімді қайталамасын деп. Бір күні Ермек мас болып келіп, біздің кішкентай ұлымызды итеріп жіберді. Сол сәтте мен бәрін түсіндім. Бұл жолы мен үндемей қала алмадым. Мен балаларды көрші ауылдағы әпкеме апарып, бір ай сол жақта болдым. Бір ай бойы Ермек хабарласпады, тек соңғы күні ғана келді. Ол: мен сені де балаларды да жоғалтқым келмейді деді. Мен сенбедім, бірақ оның көзінде бұрынғы Ермек бар еді. Сол күннен кейін Ермек ауылдағы мешітке барып, ішімдікті мүлде қойды. 1 ай, 3 ай, 6 ай өтті. Мен алғаш рет тыныш ұйықтадым. Біздің өміріміз қайта түзу жолға түсті. Бірақ ең қиыны кешіру еді. Мен оны кешірдім, бірақ ұмытқан жоқпын. Себебі сол ауыр күндер бізді мықты етті. Бүгінде мен өмірдің нағыз мағынасын түсіндім. Бақыт байлықта емес, ішімдіксіз бір кешкі ас пен балалардың күлкісінде. Ермек енді менің жан серігім, ал мен оның өмірін құтқарған әйелмін. Бұл оқиға Айгүлдің емес, өмір сынағынан өткен мыңдаған аналардың әңгімесі. Кейде ең үлкен ерлік үнсіз төзім мен мейірім. Осымен біздің әңгімеміз аяқталды. Әңгіме сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарийде өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Сонымен қатар каналға жазылуды ұмытпаңыздар.